Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum, hürmetli Müslüman bağırlar. Bugünkü taqribimiz ötürk söylöwden zardabı. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim vejtenibu qawlaz-zur. Ötürk söylöwden, жалган söylöwden alыс bolыңдар deydi. Ya Allah Taala özünün pendelerin ötürk söylöwden qaytarıp dur. Өйткені өтірік өрге баспайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи саламнан және де бір мынандай мағынада хадис келеді. Шын сөйлеу жақсылыққа апарады, жақсылық жәннатқа апарады. Өтірік айту жамандыққа апарады, жамандық тозаққа апарады дейді. Міне Пайғамбар саллаллаху алейхи салам тағы бір хадисінде "Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахири фалякул хайран ау лиясмут". Кімдегім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, жақсы сөйлесін, немесе үндемесін дейді. Қоғамда кейбіреулер өтірік сөйлеу арқылы адамдарды күлдіріп жатады. Әлбетте бұл өтірік сөйлеп және ойнап болсын өтірік айтатын болса, бұл тозаққа апаратын жол. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам сахабаларынан сұрап тұратын еді таң намаздан кейін, кім түс көрді деп. Бірде Пайғамбар саллаллаху алейхи салам өзінің түсін айтып береді. Бұл ұзақ хадистің ішінен осы өтірік сөйлеудің жаманшылыққа апаратын жайында Пайғамбар саллаллаху алейхи саламды Жәбірейл алейхиссалам мен Микаил алейхиссалам алып кетеді. Сол алып кеткеннен бір жерлерге апарып, әр түрлі азапталып жатқан адамдарды көрсетеді. Соның ішінде біреу шалқасынан түсіп жатады. Оның да бас жағында қолында темір ілгегі бар біреу тұр. Ол жатқан адамның бір жағына шығып, қолындағы ілгегін бір жақ ортына салып, аузын желкесіне дейін жыртады. Содан кейін мұрнының бір жағына салып, оны да желкесіне дейін қақ айырады. Көзіне де дәл солай ілгек салып, шүйдесінен бірақ шығарады. Содан соң екінші жағына шығып, бетінің бір жағының қалай парша-паршасын шығарса, екінші жағын да дәл солай талқандайды. Әлгі адамның бетінің екінші қапталын талқандап бітпей жатып, алғаш талқандалған жағы жазылып, қайта қалпына келеді. Сөйтіп ол жатқан адамның келесі жағына қайта шығып, алғашында істеген тағы қайталайды. Міне осылай бұл азап тоқталмай жүре береді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи салам таң қалып, субханалла, бұл не үшін азапталып жатыр дейді. Сонда Жәбірейл алейхиссалам оған, ал аузы мұрны және көзі темір ілгекпен шүйдесіне дейін жыртылып, бетінің парша-паршасы шыққан адам үйінен таң атпастан шығып, мың бір түрлі өтірік айтып, соны жер әлемнің бәріне жаюмен болған бейшара дейді. Міне бұрынғы кезде біреу өтірік айтумен бірнеше адамды алдайтын болса, қазіргі күнде интернет желісі арқылы біреу аз ғана сөйлеумен бүкіл әлемді миллиондаған адамдарға өтірік жайып жатады. Міне бұл адамның әлбетте ол өтірге ертең қияметте таразыға түсіп, тәубесіне келмесе азапқа ұшырайтыны белгілі. Және бір Әбу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи салам естігеннің бәрін анық-анығына жетпей жатып, өзгелерге тәптіштеп айта беру адамның өтірікші болуына әбден жеткілікті дейді. Я бұл интернет желісі арқылы келген ақпараттың бәрін бірдей, оны да келген заматта таратып, ол өтірік ақпаратқа өтірікші болып, соған серіктес болмай, құрметті ағайын. Қандай да бір ақпарат келсе, оны егжей-тегжейді бірінші білу керек екен. Егерде ол ақпарат өтірік болып қалатын болса, ол да таратқан адам да сол өтірікшіге серіктес болып қалады. Және дін тұрғысында мынандай бір хадистер келіп жатады.
кімде-кім Рамазан айының қашан келетінін бірінші болып жеткізсе, оған жәннат нәсіп етеді деп. Әлбетте пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бұндай хадистер келмеген. Міне бұл нәрселерді де білмей жатып тарқату ол да күнә болады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде кімде-кім менің атымнан жалған сөйлейтін болса, өзіне тозақ отынан орын дайындай берсін деген. Мінекей құрметті мұсылман бауырлар, өтірік айтудың зардаптары осындай үлкен күнәлардың біріне жатады екен. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды: мұсылман қорқақ бола ма дейді? Болады дейді. Мұсылман сараң бола ма дейді? Иә, болады дейді. Мұсылман өтірік айта ма дейді? Жоқ, мұсылман өтірік айтпайды дейді. Мінекей қорқақтықтан да, сараңдықтан да жаман болған ол өтірік сөйлеу екен. Және бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір әйелдің кішкене баласын шақырып жатқанын көреді. Сол әйелге сұрайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: шынымен сен шақырғанда бір нәрсе бергелі жатырсың ба дейді. Ана әйел: иә, қолымда міне құрмам бар, құрма бергелі жатырмын дейді. Міне сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: иә, егер де қолында еш нәрсе болмаса, сен күнәһар боласың дейді. Мінекей қарасақ, кішкене бала болсын, басқа болсын, ойнап болсын, өтірік айту ол үлкен күнәларға жатады екен. Күнәлардан аулақ болайық, тілімізге ие болайық. Сөйлесек жақсы сөз сөйлейік, немесе үндемейік. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Амин.